Мұғалімдердің тиісті ақша алмауы, мектептердегі бала санының аздығы. Айыртау ауданының әкіммен өткен брифингі барысында маңызды мәселелер көтерілді. Аш көздік пе, әлде шамадан тыс құмарлық па? Мағжан Жұмабаев ауданында біреуінің орнына 4 бірдей елік атып алған аңшылар ұсталды. Келісіп пішкен тон келте болмас. Облыста түрлі сала өкілдерінің қатысуымен қыс республикалық оқу жаттығу жиыны жалғасуда. Журналистер алдындағы есептік кездесуді Айыртау ауданының әкімі Ерболат Бекшенов жалғады. Жері кең, топырағы шүйгін, табиғаты тамаша, халық саны әжептәуір ауданда бір талай жұмыс атқарылыпты. Атқамінер бәріне тоқталып өтті. Алайда баяндаманың басым бөлігі орыс тілінде оқылды. В следующем году намечена реализация проекта по строительству локальных источников водоснабжения с разводящими сетями в селе Антоновка на сумму 1,2 миллиарда тенге. Ведется разработка проекта сметной документации на развитие сетей водопровода сел Салмаколь, это 4-я очередь, и Имантау 2-я очередь. Ерболат Бекшенов қазақ тілін білмейді деуге келмес. Шенеміне қойылған сауалдарға абай тілінде еш қиындықсыз жауап берді. Алғашқы мәселе ұстаздарға қатысты. Мұғалімдер облыс орталығына біліктілікті арттыру курсына келеді. Олардың іс сапарына ақша бөлінеді. Алайда бұл қаржыдан айыртаулық мамандар қағылып қалатын көрінеді. Сұрақты қарастырайық. Олар қазір білесіңдер, мұғалімдер областной бюджетті управлениеда, областной управлениеда бюджет областной, бізде кішкене басқаша районный бюджет. Сондай сұрақ болса, қарастырайық, шешетін сұрақ қой. Оны қарастырып шешеміз. Айыртауда қысқарудың немесе жабылудың азақ алдында тұрған мектептер көп. Білім ошақтарының есігіне қара құлып салынса, күллі ауылдан береке қашады. Бұған жол бермеудің жолы бар ма? Әкім бұлай жауап берді. Балалардың саны жыл сайына азайып жатыр. Светлый деген ауылда қазіргі уақытта 9 бала бар. Солар қазір сол бағдарлама бойынша оңтүстіктен кісілер көшіп жатыр. Сосын сельхозформированиялармен сөйлесіп жатырмыз. Өздері кейбір директорлар өздері әкеліп жатыр, үйін беріп жатыр, жұмысқа алып жатыр. Тек қана солай, басқаша нәрсе, шешілмейтін нәрсе кісілерді әкелу керек. Аудан әкімдерінің қатысуымен брифинг жалғасады. Дүйсенбіде Ғабит Мүсірепов ауданының басшысы баспасөз алаңында бой көрсетпек. Байболат Бектемірұлы, Шернияз Иманов, МТРК. Өзекті мәселе жақын арада шешілмек. Өңірде жарықсыз отырған ауылдардың саны азайды. Соңғы дерекке сүйенсек, облыстағы 9 елді мекенде электр қуаты жоқ. Қазіргі уақытта Аққайың, Мағжан Жұмабаев және Есіл ауданында жөндеу жұмыстары жалғасуда. Іске ондаған маман мен техника жұмылдырылған. Жауапты басқарма басшысының айтуынша, қандай да бір оқыс жағдай болмаса, аймақта жарықпен қамту ісі кешкі 9-ға дейін толық қалпына келтіріледі. Қақаған суықта кейбір қала тұрғындары жылусыз және ыстық сусыз қалды. Бұл Ғабит Мүсірепов көшесінде орналасқан 11-ші В үй. Баспана ағымдағы жылдың тамызында ғана тапсырылды. Арманға жеткен адамдар асыға көшті. Кейбірі жөндеу жұмыстарында жүргізді. Алайда қыс таяғанда қуаныш су сепкендей басылды. Қазір мұндағылар электр пешін қолдануға мәжбүр. Тұрғындар мәселені мердігерге жеткізіпті. Алайда жауапты тұлға проблеманы бір жақты етуге құлшыныс танытпаған көрінеді. До сих пор в данном доме не было подключено отопление. Тамыз айының соңында осы үйге көшіп келдім. Әлі күнге дейін жылу берілмеді. Бұны түсінбей жатырмыз. Себебінде біле алмай отырған жайымыз бар. Мердігермен осы мәселе бойынша сөйлесейік деп едік. Ол бізді тыңдамады. Материалдардың барлығы бөлініп жатыр. Салқын мен дымқылдың салдарынан материалмен қоса әрленген қабырғалар кеппей, сыланғанның барлығы құлауы мүмкін. Жүргізілген жұмыстар жарамсыз болып қалмаса игі дейді тұрғындар. Насколько уже сырость? Если сейчас получается тепло вот в эти дни не дадут, да, все это, весь ремонт мой, который я там уже сделал, да, на 50%, он пойдет весь на смарку. Бүгін тұрғындар осы мәселе бойынша Аманат партиясының филиалына жиналды. Сырты бүтін, іші түтін су жаңа үйдің мердігері Тамила Инвест. Оның басшысы Марат Жакетовтың айтуынша мәселенің бәрі Назарбаев көшесіндегі құбырдан болып тұр. Назарбаева 183. Назарбаев көшесінде 6 подъезден тұратын нөмірі 183 үйі бар. Ескі панельді баспананың тұрғындары да үйіміз суық деген мәселе көтерді. Біз желіні ауыстыру арқылы түйткілді шештік. Іске 15 миллион теңге
жұмсалды. Проблема мынадан. Жаңадан орнатылған құбыр Ғабит Мүсірепов көшесіндегі үйге жетпейді. Тиісінше жылу жоқ. Осының салдарынан тұрғындар шағымданып отыр. Мұндай кемшіліктің кесірінен тұрғындар қиналмауы керек. Жиында арнайы серіктестік үйге құбыр тартатын болып келісті. Шығынды мердігер өтейді. Алайда жұмыс қашан басталатыны белгісіз. Гүлден Сембаева, Шернияз Иманов, НТРК. Она максимум 16 да, или неделю-две может не побить, а 16 а потом начинает срываться, да? Мына 8 жасар бала құзырлы орган өкілдеріне анасының орнына өзі жауап беріп жатыр. Шешесі мастығы соншалық сөйлеуге тілі келмейді. Үйде 2 бала бар, үлкені қызы кәмелет жасына толған. Араққа жақын әйел 40 жаста күйеуімен ажырасқан, өзі ата-аналық міндетін дұрыс орындамаған үшін бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Өңірде құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Оның аясында арнайы мобильді топтар құрылған. Бірнеше сала өкілдерінен құралған топтар тұрмысы нашар отбасыларды аралап жүр. Сегодня одну семью постели, там была у нас мама в нетрезвом состоянии. Рейд барысында мас күйде болған әйел анықталды. Қазір оның кәмелетке толмаған баласын басқа жерге орналастыру бойынша мәселе қаралып жатыр. Облыста осындай 150-ге жуық отбасы есепте тұр. Оның 110-ы есепке биыл қойылған. Есепке алыну себебі тұрмыс жағдайы нашар ата-аналардың арақ ішуі жиі кездеседі дейді мамандар. Сондай рейд барысында Петропавлдағы бірқатар мектеп тексеріліпті. Нөмір 10 орта мектептің білім беру нысандағы балалардың қауіпсіздігі, яғни шаралар өткізу кезінде дабыл түймелерінің болуы және де жұмысқа жарамдылығы орталықтандырған бақылау пультіне және жедел басқару орталығының сигналдық өткізушісі және күзет ұйымына жедел әрекет ету топтарымен біріктіріп, полиция күштермен жасақтарылу келу туралы уақыттар тексерілді. Құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы қарашаның 30-на дейін жалғасады. Данаш Хамзина, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Сколько конфеток? Сколько конфеток? 2 конфетки. Буква какая? Буква. Өңірде тұрмыстық зорлық-зомбылық азайса да әлі баршылық. Қиын жағдайға тап болған жандар қаладағы арнайы орталықтан пана табалады. Орталықта әйелдер қажетті мамандық меңгеріп жұмыс табады, психологиялық және заңгерлік көмек алады. Он работает с 2017 года. Орталық 2017 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда жылына орта есеппен 70-тен астам қыз келіншек келіп пана табады. Қазір қыркүйек айынан бастап 25 адам тұрып жатыр. Орталық 20 адамға шақталған. Мұнда көп дегенде 6 ай тұруға болады. Тайынша ауданының 36 жастағы тұрғынын қыстың басында күйеуі қысым көрсетіп үйден қуып шыққан. Ол да 2 баласын ертіп осында келген. Что я могу пожелать женщинам? Не бойтесь и не жалейте. Не жалейте просто-напросто уйти и поставить точку. Я 10 лет уходила, возвращалась. Я обратилась к участковому, он мне помог. Пробовала писать заявление, но опять-таки по своей жалости я постоянно его забирала. Маскүнемдіктен емделіп шыққан 20 жастағы Петропавлдыққа да учаскелік полиция инспекторы септескен. Тәртіп сақшысы оны мәжбүрлі емдеуге жіберіпті. Ақыры жігіт ішімдікті ішуін доғарып жұмыс тапқан. Тәртіп сақшылары қала тұрғынының үйіне құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы мен зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн акциясы аясында өткізген рейд барысында бас сұқты. Келесі бір жағдайда әкесіне күн көрсетпеген баласын полицейлер оқшаулау бөлмесіне қамады. Сот шешіммен оған қатысты ерекше талаптар белгіленді. Ережені ескермесе қатаң жазаға тартылады. Солтүстік Қазақстан облысы аумағында 2023 жылдың 10 айында отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында жасалған қылмыстардың 23,3%-ға төмендеуі байқалады. Отбасы тұрмыстық қатынастар саласында 1874 құқық бұзушы тіркелген. Оның ішінде 487 адам әкімшілік қамауға алынды. 279 адам ескерту және 6 адамға айыппұл салынған. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Лицензия біреуіне ғана 1 жануарға берілгенімен 4-ін атып алған. Мағжан Жұмабаев ауданында браконьерлікпен айналысқан 6 адам ұсталды. Оқиға Пулеметовка деген ауылдың маңында болған. Тәртіп сақшылары мылтық дыбысын естіп қалып, орман тұсына тоқтаған кезде алдарынан мылтық ұстаған 6 ау шыққан. 6-ы бір еліктің соңында жүрген. Біреуінің қорасынан өлі еліктердің денесі табылды. Барлығы 4 елік пен 5 мылтық тәркіленіп алынған. Бұл факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337 бабының 3 бөлігі заңсыз аңшылық бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Аталған істің мән-жайы анықталып жатыр. Әзірге күдікті деп танылған 37 жастағы 2 ер адам қамауға алынған. 62 жастағы тағы біреуін қамауға алу туралы мәселе қаралып жатыр. Браконьер атты жедел алдын алу шарасы өңірде күшейтілген режимде жүргізіліп жатыр. Соңғы уақытта қолайсыз ауа райы тұрғындарға зардабын тигізбей қоймады. Бүгін көктайғақтың кесірінен 2 жеңіл автокөлік соқтығысып қалса, енді бірі Пёстрый көлінде қата оймаған мұзға батып кете жаздады. Кеше басталған республикалық қыс 2023 командалық штабтық оқу-жаттығу жиынының сценарийі осындай. Қара түтін, абыр-сабыр көліктер мен дәрігерлер болып жатқан оқиғаны оқу-жаттығу шарасы деп айту қиын. Себебі барлығы шынайылыққа жанасы ұйымдастырылған. Мақсат төтенше жағдай қызметкерлерінің дайындығын пысықтау. Ауқымды жиынға 200 маман мен 40 бірлік техника жұмылдырылған. Мақсаты бізге қысы алдымыздағы міне қысқы 2023-2024 жылғы қыстың қандай қиындықтарына табиғат және техникалық төтенше жағдайға дайындалу. Осындай жағдайлар болып жүреді. Міне осы қазір міне біздің ауа райымыз қандай күрт өзгеріп, қарлы боран болып жатыр, жаңбырлы боран болып жатыр. Апат болған жерде эвакуациялық пен медициналық пункт шатырлары құрылды. Мамандардың зардап шеккен немесе құтқарылған жандарға жасап жатқан жұмысымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар вице-министрі Ерлан Нұрпейісов танысты. Спасибо за взаимодействие, за ту работу, которую вы оказываете в целом по стране. Спасибо. Оқу-жаттығу жиыны медициналық көмек көрсетуден бастап тамақтану мен түнеу жағдайына дейін қарастырылған. Осындай маңызды істе облыстық Қызыл Жарты ай филиалының қызметкерлері зор рөл атқарды. Если случается ЧС, Алда-жалда осындай төтенше жағдай орын алса, біз бірден іске кірісеміз. Өзімізбен бірге міндетті түрде жылу пештерін, тамақ, қайнаған су мен дәрі-дәрмек, жылы көрпелер әкелеміз. Мысалы, бүгін 30 адамға көмек қолын создық. Жалпы жиынға жедел құтқару жасағының мамандары, жергілікті полицейлер мен 66-37 әскери бөлімінің әскери қызметшілері қатысты. Ақжүніс Мұқатай, Олег Касинов, МТРК. Ауа райы жайлы аз-кем ақпарат. Қазгидромет мамандарының мәліметінше, алдағы демалыс күндері облыстың басым бөлігінде қар күтіледі, бұрқасын болады және тұман түседі. Температура күндіз 0 мен -5-тің аралығында болса, түнде 15-20 градусқа дейін төмендейді. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ал келесі аптаның басы жылы болады деп болжанып отыр. Күннің құбылмалылығының кесірінен кейбір тас жолдар жабылуы мүмкін. Мамандар мұндай жағдайда тұрғындардан алыс жолға шықпауды сұрайды. Жергілікті іскер әйелдер Мамлют ауданына ат ізін салды. Мұнда әйелдер күштері альянсы мен іскер әйелдер қауымдастығының филиалы ашылды. Аудандық деңгейдегі ұйымға мүшелік ететін нәзік жандылардың саны әзірге аса көп емес. Дегенмен, алдағы уақытта қатары қалыңдай түсетіні айдан анық. Осы ретте аудандық іскер жандарға Гүлбақша Мұсабаева бастаған белсенді қыз-келіншектер барынша қолдау танытпақ. Осы ауданда әйелдер күштері альянсы және іскер әйелдердің ассоциациясы осы екі ұйымның біз представительствосын ашып жатырмыз. Сондықтан алла жаса біз осы ауданның әйелдерін қолдаймыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында жұмыс жасап жатқан әйелдерге біз ерекше бүгін сыйлықтар тапсырамыз. Жиынға Мамлют ауданның әкімі Елена Степаненко да қатысып жатыр. Айта кетейік, Елена Федоровна облыс тарихында бірінші рет әкім атанып отыр. Осы орайда оған іскер нәзік жандылар құттықтау хат табыс етті. Қолынан іс келетін қоғамда белсенді қыз-келіншектер қатарларына мықты деген нәзік жандыларды жинауда. Аудандық ұйымның төрағалығына жергілікті мәслихаттың төрағасы Жанар Кәрімова ұсынылды. Маған бүгін зор жауапкершілік жүктеліп отыр. Өз міндетімді сапалы орындауға тырысам. Ауданда іскер әйелдер баршылық, солардың басын қосып, елдің дамуына жан-жақты үлес қосуға әзірміз.
Бүгінгі жиынға 30-ға жуық адам қатысты. Облыста барлығы 500-ден астам қыз-келіншек бизнеспен айналысады. Мәдина Қаби, Шернияз Иманов, МТРК. Петропавлда «Теңге» фильмнің тұсаукесері өтті. Режиссері Нұрлан Жұмадиллаев болса, сценарий авторы Гүлжамал Райымқұлова. Осыдан бір ай бұрын Қызылжар өңірінде түсірілген тырнақалды туындының түсірілім ұжымы Шымкент қаласының Мейрам балалар киностудиясы екен. «Теңге» атты фильміміз жалпы қазақтың ұлттық теңгесі құндылығы жайлы көрсетілген бұл фильмде. Ол жерде де балалардың тәлім-тәрбие беретіндей барлық ата-анасын құрмет қылатындай мағынада түсірілген болады. Теңге деп қойылған себебі өйткені мынау қазір айтып жатырмыз ғой, қазақтың теңгесі жайлы, құндылығы жайлы, теңгесі жайлы толығырақ осы фильмді көрсеңіздер сол жерде толығырақ көрсетілген болатын. Кино жанрында жалпы тәрбиелік мәні бар, мағынасы бар фильм. Жалпы туындының жанры балалар драмасы, ел тарихы, комедия мен өмірлік оқиғаның барлығы осы бір фильмде тоғысқан. Кино желісі бойынша жас буын ұлттық валютамыз теңгені асқақтатып, танымал етуді армандап талпынады. Бүгінгі тұсаукесерде жайнап жүрген Әлия Сейдімбек түсірілім барысында бастан аяқ болған екен. Себебі егіз балалары Сауран мен Аружан аталмыш туындыда төбе көрсеткен. Мен өте қуаныштымын. Біздің осындай сүйікті қаламызда жақсы балаларға арналған кино түсірілімі өтті. Мейрам киностудиясына көптен көп рахмет, алғысым шексіз. Біздің балаларымызға осындай өте көрікті, қызықты кино түсірген үшін. Жас буынның актерлік өнерін тамашалауға өңір тұрғындары көптеп жиналды. Дені балалар болғанымен не десек жандарды кездестіруге болады. Аян Болат Теріскей өңірінде түсірілген фильмге жоғары бағасын берді. Жалпы бұл өте үлкен бір жетістік. Балалар үшін өздерінің еліміздегі ұлтымызды, тілімізді, жалпы құндылықтарымызды насихаттау үшін өте орынды жасалған. Және де бұл ертең өзіміздің өскелең ұрпаққа жақсы септігін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы түсірілім небәрі бір аптаға жуық уақыт ішінде түсірілген екен. Ақжүніс Мұқатай, Александр Янсын, МТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплейка компаниясы. Теплейка компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплейка жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 62 82. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.